Сіздерге керемет бір инвестиция мысалын келтіргім келіп тұр. Мысалы, Tesla компаниясын алайық. 2019 жылы мамыр айында Tesla компаниясының бір акциясы $37 болған. Сіз сол кезде 2019 жылы $10.000 салдық деп есептеге. $10.000 дегеніміз сол жылдың курсы бойынша 3.800.000 теңге болады. Тура 3 жылдан кейін, яғни 2022 жылы сәуір айында Tesla компаниясының акциялары 1050 болып тұрды. Бұл орташа есеппен алып тұрмын. 1240-қа дейін өскен кездер болған. Және сіз құлап бара жатқандықтан саттық деп есептеген өзінде, мысалы сіз $1050 саттыңыз бір акциясын. Сол кезде сізде 28-де 3 есе Tesla компаниясының акциялары өсім берген екен. Яғни сіздің сол кезде салған 3.800.000 теңгеңіз тура 3 жылда сізге 122 миллион теңге болып қайтушы еді. Міне, инвестицияның керемет мысалының бірі осы. Ал енді сіздерге Нью-Йорк қор биржа нарығының кестесімен таныстырып өтсем, өткен сабақта мен сіздерге айттым, Нью-Йорк биржасы 19:30-дан түнгі 2-ге дейін жұмыс жасайды. Бұл Астана уақыты бойынша. Енді қараңыздар, бұл жерде мынандай тағы бір жағдай бар. Премаркет деген бар, және автомаркет деген бар. Премаркет дегеніміз базар алдындағы сауда. Яғни рынок ашылғанша сауда жасауға болады. Бірақ бұл жерде көбінесе инвесторлар, ірі компаниялар, және миллионерлер, солар көбінесе сауда жасайды бұл жерде. Бізге премаркет, яғни базар алдындағы сауда, немесе базардан кейінгі сауда не үшін керек? Біз осы базардан кейін және базардың алдындағы саудаға қарай отырып, біз алдағы уақытта акциялардың өсуі немесе түсуі жайлы болжам айту үшін керек болады. Сондай-ақ бұл жерде тек сондықтан бұл акциялардың ары қарай өсуі үшін немесе түсуі үшін анализ жасауға керемет бір мүмкіндік береді. Маркетте, биржада аю және бұқа деген термин бар. Аю дегеніміз бұл акциялардың құлауы, яғни қызыл түс болуы, бұл аю. Себебі аю төбелескен кезде екі алақанмен төмен қарай соғады екен. Ал керісінше бұқа екі мүйізі бар, ол төбелескен кезде мүйізімен жерден асыға қарай өтеді. Яғни бұл жасыл түс акциялардың өсуі. Ағылшынша айтқан кезде bullish, яғни бұқалық қозғалыс, немесе bearish аюлық қозғалыс деп аталады.